Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. 24 шілдеде Қасым-Жомарт Тоқаев Мекке қаласында кіші қажылықтан умра өтті. Президент Қағбаның ішіне кіру мәртебесіне ие болды. Оның есігі ерекше жағдайларға және аса сыйлы қонақтарға ғана ашылады. Бұл Сауд Арабиясы басшылығының Қазақстан президентке көрсеткен зор құрметін білдіреді, делінген хабарламада. Айта кетейік, 23 шілдеде Қасым-Жомарт Тоқаев Салман бен Әбділғазиз Әл Саудтың шақыруымен Сауд Арабиясына барған. Қазақстан президентінің әуежайда корольдің кеңесшісі әрі Мекке провинциясының губернаторы Фейсал Халиддин бин Әбділәзиз, сондай-ақ Сауд Арабиясы корольдігінің қоршаған ортаны қорғау, су ресурстары және ауыл шаруашылығы министрі Абдурахман Әл-Фадли қарсы алды.